Assalamu alaikum. Hürmetli görevliler. Hayırlı gün. Biz Talgar қаласына жақын жердегі Расул демалыс орнына келдік. Мен соны осы Расул демалыс орнын айнала түсіріп өтемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір осы жерде не бар екенін осы видео арқылы сіздер танысып аласыздар. Аллахым сіздерге денсаулық, амандық, жақсылық берсін. Егер осы жерге той өткізу немесе басқа да жиындар өткізу, туылған күн немесе өздеріңіз достарыңызбен, отбасыларыңызбен келіп демалып кететін болсаңыздар, осы Расул демалыс орталығына келсеңіздер болады. Міне мынау не көріңіздер, мына жағын. Міне іші. Осы жерде міне той өткізсе болады, туылған күн, құдалық өткізсе болады. Мынау да сол ішіне кіріп отырып той достармен келіп отыратын орындар екен. Мынау да сондай мінекей. Осы және бұның басқа жерлерден өзгешелігі қазір мына жағын түсіріп өтсем, енді адам аз болып достарменен келіп отыратын болсаңыздар, мына жағында міне жаңа көрсетіп өткендей киіз үйлер бар екен. Сол жерде отырса болады. Немесе мына жерлерде міне дискотека болатын орын не бар екен. Ана алдындағыдай міне тапшандар бар. Мына жерлерде де отырса болады. Мына жағында мінекей билеп осы жерде мінекей алаң бар екен. Егер билеп нетіп отыратын болсаңыздар, және де міне өзінің өз алдына бір табиғаты мінекей өте әдемі орын. Мінекей мына жерде туялар, әртүрлі елка ағаштары, кустарниктер. Міне мына құспа қараңдар мінекей. Мына жағында фонтандар. Өз алдына бір әдемі орын екен. Әдемі орын екен. Мінекей. Бассейнді қоямыз. Бассейнді? Да. Бассейн мына жақта ғой. Сол жақта алып бар, мен мына жағын түсіріп алып барайын. Апаң алып барады. Қазір мен мына жағынан барам, түсіремін қазір. Мен мына жерде фонтан бар екен, мінекей өте әдемі. Ана видеоға түсірдің бе? Видеоға да түсірсеңші. Түсіре бер, видеоға да суретке де. Міне мынандай фонтандар, міне құстар. Ал мына жағында мінекей мынандай бассейндер, шомылатын. Біздер болған бір жыл алдын келгенімізде осы бассейндер жұмыс істемейтін еді. Міне балалар ойнайтын алаңда мінекей. Балалар ойнайтын алаңдар. Мына жақта шомылатын орындар мінекей. Бассейн. Өткен жылы осы жерде осы Расул демалыс орнын түсіргенімде мына бассейндер, кейін мынау оң жақтағы балалар ойнайтын алаңдар, солар жоқ еді. Қазір мінекей ал мынау бар еді, бірақ мына жердегі
қармақ береді екен. Сол жерде балық ұстайсыңдар. Балық ұстағаннан кейін сол балықты сіздерге қуырып береді. Мына жақта бір айлануы адам басына 700 теңге екен. Прокатқа алып, түйе, есек бар екен. Неде аттар бар екен. Мына жерде осы аттарды арендаға, прокатқа алып, сол бір сағат айланасыздар 700 теңге. Мынау сондай ат. Өте күшті ат болды. Мына жерде балық. Мына жағын көрсетсек, не табиғаты. Өте әдемі орын. Мына жерлерде, қазір мына жерде ар жағында мінекей автотұрағы бар екен. Автотұрағы мінекей бассейн, конный прогулка. Осыған келсеңіздер болады. Бәріңізге осындай жерге келу нәсіп етсін. Келіңіздер. Өте жақсы демалып кетесіңдер. Неманы азырақ түсіретін болсақ, мінекей. Өте жақсы орын екен. Енді мына жақтарында да және басқа да айланатын орындар бар шығар. Мінекей мына жағында басқа да қымыз, шұбат сататын орындар бар екен жоғарыда. Мінекей тойхана дейді, мінекей. Той өткізетін орындар. Өз алдына бір тамаша керемет орын. Табиғаты өте әдемі. Бұны айланып шығудың өзіне біраз уақыт өтеді екен. Мен сол ең бастапқы жерлерді көрсеттім. Ең бір орындарды, әдемі орындарды, мінекей. Өте әдемі орын. Келіңіздер, өкінбейсіңдер. Өте бағанағы киіз үйлерде сол тамақтанып, демалып отырасыңдар. Және де мына жақта да мінекей мынандай тапшандар алсаңдар болады. Тапшандар алсаңдар болады, мінекей мынандай тапшандарды. Киіз үйлер, барлық мүмкіндік бар демалып кетуге. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір-бірлеріңізге осы видеоны тарқатыңыздар. Мүмкіндігі болса, құдалық той өткізу немесе достармен келіп жақсы отырып кетулеріңізге тілектеспін. Аллах бәріңізге денсаулық, амандық, жақсылық берсін. Аман сау болыңыздар. Рахмет бәріңізге.